Ереке, Ау, өткенде өзің айтып едің ғой, нені? жасырын неке туралы. О, иә. Сол ана қызбен жасырын неке қимақшы. Жасырын неке? Ей, қызықсың ба сен? Сонда ол қыздың әке шешесі ешкім білмей ма? Ей, сен өзің әйеліңше айнаштық айтесің. Бала шағаң не істейсің? Ереке, қойшы. Оның бір мәнісі болар. Негізі сен өзің жасырын неке деген не екенін білесің бе? Не? Ана қыздың бір ағасы куәлік ету керек қой. Сосын ана мынау у-шу шығарып жібератса. Сосын Егер анау мынау деп шу шығарып бәле қылып жатса, талақ бере саламын. талақ? Кімге? Қызға? Мәке, отбасы, шаңырақ, бала шаға деген ол үшін ойламайсың ба? Сен біздің асыл дініміз ислам дініне қарама қайшы нәрсе жасап отырған. Қойшын. Түсінбедім мен сені, Мәке. Өзің біл, не істейсің де оны істе. Отбасы сенікі, бала шаға сенікі. Айтпақшы, Мәке, мен де саған біраздан бері бір айтайын деп жүрген бір шаруам бар еді. Иә, айта берсін. Анау қарындасың Алтынай бар ғой. Иә. Соны осы реті кеп тұрған сияқты. Білесің ғой, мен былай бір енді сырттай ғашық екенімді соған. Соны екеуміз өткенде ақылдасып отырып, жасырын неке қиып едік бізде. Не? Жасырын неке. Не деп тұрсың сен? Мәке, сабыр ет енді. Сен болсаң сен мен сыртымнан. Мәке, 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 сабыр ет, мен ұят болады, отыршы, Мәке. сен басың жол бола. Ойнап айтам, қалжыңдай, Мәке, отыр. Сабыр ет, кішкене. Ойнап айтам. Абайлап. Міне, көрдің бе? Өзіңнің қарындасыңды ондай жолға бергің келмейді, Сен де біреудің әлпештеп аялап өсіріп отырған қызын жасырын некемен алғың келеді. Ал өз қарындасыңа келгенде ондайға жол бермейсің, намыстанасың. Өзің ойлап қарашы. Ол қыздың да сен құсаған ағасы бар. Әке шешесі бар. Ертең олар естіген жағдайда сол әке шешесі, ағасы солардың жүрегіне тиетінін, солардың қиналатынын, ел жұртқа қара бет болатынын ойламадың ба? Мәке, қара көз қарындастарымызды сен мен боп біз қорғамаса, кім қорғайды? Мәке, бұның жарамайды сен. Әлі де ойлан. Қазақтың әрбір қара көз қызын өз қарындасымызды көргеніміз дұрыс. Ең айтарым осы, Мәке. Қамқоршысының рұқсатынсыз және екі әділ куәгерсіз неке емес.